Бүгін біз сублюксация мен шығудың арасындағы айырмашылық туралы сөйлесеміз. Шығу – бұл буынға зақым келтіретін жарақат. Мұнда сүйек беттері бір-бірімен байланыста емес. Ал сублюксация – бұл буынға аздап зақым келтіретін жарақат. Мұнда сүйек беттері бір-бірімен байланыста, бірақ олар дұрыс орналаспаған. Сублюксацияның белгілері – науқаста кенеттен ауырсыну, тісіну, деформация пайда болады. Шығудың белгілері де ұқсас, бірақ сублюксация мен шығудың арасын ажырату маңызды. Себебі егер бұл шығу болса, онда оны орнына келтіріп, буынға қайтару қажет. Сондықтан бұл үшін дәрігерге жүгіну керек. Онда дәрігер бұл шығуды орнына келтіріп, сүйек беттерін бір-бірімен байланыста болатындай етеді. Бұл қарапайым рентген арқылы анықталады, және егер бұл шығу болса, оны орнына келтіріп, 2 апта демалу қажет. Ал сублюксацияға ешқандай демалыс немесе операция қажет емес. Рахмет.